жыныстық қатынасталды, сол есіне түскен кезде ода жаңағы құлап кетеді. Үйіне келгенде қайдағы жыныстық қатынас оған. Сіз айналысқыңыз да келмейді, и ол да тұрмайды. Жаңағы либидо дейді ғой. Не бесем, мынау түсінікті уже. Сәлем достар, бұл Ер денсаулығы жобасы. Бүгін бізде қонақта өте тәжірибелі маман, уролог-андролог Еркебұлан Ермағамбетұлы. Біз бүгін осы ер адамдардың 40 жастан кейінгі жыныстық белсенділігі, либидо мәселесі жайлы әңгіме етпекпіз. Эректильді дисфункцияның жаңағы себептері өте көп қой. Нейрогенді болуы мүмкін, гормональды болуы мүмкін, жаңағы қан тамырлардың дұрыс жұмыс істемеуіне мүмкін, және де психологиялық проблемалар болуы мүмкін. Психогенді болады жаңағы тұрмай қалу. Ол кезде ол басқа, ол психологпен жұмыс істеу керек, не болмаса сексологпен жұмыс істеу керек. Ол ондайларда қан тамыры бәрі жақсы тұрып отырады. Бірақ бір нәрсе болды, мидағы травма болды, мысалға бір рет тұрмай қалды, ойлап қалды, и содан кейін жыныстық қатынасталды, сол есіне түскен кезде ода жаңағы құлап кетеді. Не болмаса жаңағы бір фактор болады, сол қатты әсер етіп тұратын. Ол мысалы, ол жаңағы 40 жастағы адам, 40-қа жақындаған, немесе 40 жастағы адамдардың проблемасы болуы мүмкін бе? Жоқ, мысалы, психогендік факторды айтсам. Басында психогендік жаңағы жастарда кездеседі. Бірақ үлкен жаңағы 40-тан асқандарда да болуы мүмкін. Егер де осы өмір бойы ода ешқандай осечка болмаса, бірінші рет жаңағы мен кездескен кезде ода да болып қалуы мүмкін. Оны да біле жүрмін. Сізде ондай пациенттер болды ма? Ондай пациенттер болды, иә. Айтып өтсеңіз. Ондай пациенттер болды, бірақ ол кісіде қалай болды? Ұзақ уақыт бойы командировкада болған, и командировкасы вахталық қиын жұмыс болған. Ауыр жұмыс деген, ұйықтамаған 14 күн бойы. Содан кейін, үйіне оралғаннан кейін осындай проблема болып қалды. Содан кейін тағы да, сұра келген кезде бірінші осечкасы есіне түседі. Содан кейін жаңағы осечка дегеніміз, яғни сәтсіз, тұрмай қалды мысалға, сәтсіз жағдай, тұрмай қалды мысалға, не болмаса жаңағы жатып қалды деген сияқты. Содан кейін жаңағы керекті анализдарды өткізіп, тексеріп, науқасқа түсіндіргеннен кейін қараңыз, сіздікі осылай, уайымдамаңыз, бұл сізде содан болды деп. Егер де біз түсіндіріп айтсақ, онда барлығы жақсы болады. Кей кезде жаңағы психолог, не болмаса сексологтың консультациясы керек болады. Ал сіз жаңағы науқасыңызға көмектесе алдыңыз ба? Науқасқа көмектесе алдық, өйткені ол кісіге айтқан кезде, аға, сізде ондай проблема жоқ, уайымдамаңыз, бұл сізде қан жүрісі бәрі жақсы. УЗИ жасадық, жаңағы қалай қан жүріп тұрған барлығын, оған жаңағы бүкіл анализдерін бәрін көрсетіп, проблема барлығы жоқ, көңіл күйі жақсарып, содан кейін ол кісі келген жоқ. Значит, бәрі жақсы болып кетті деген. Өйткені қатты ауыр жұмыс істеп, түні бойы ұйықтамай, мысалға көбісі күндіз жұмыс істейді офистарында, түнде жаңағы дополнительный заработок ретінде біреу жаңағы таксиде жұмыс істейді, біреу доставкада жұмыс істейді. Ал ол таңертең сосын ұйықтамайды да, жұмысына барады. Үйіне келгенде қайдағы жыныстық қатынас оған. Онда егер де даже керек болса, онда уже күшіде ешқандай жоқ, сондай проблемалар болады. Менде мысалы науқас бар 75-те, 70-тегі бар, барлығы жақсы ода, ешқандай проблема жоқ оларда. Толығымен жаңағы өзінің қызметін атқарады. Аптасына мысалға 4 па или 3 па сондай. Нақты айта аламын, 3-тен кем емес аптасына. Ол кісілердің белсенділігі? Ол кісілер жаңағы совет үкіметінде ұзақ өмір сүрген кісілер. Олардың жұмысы қиын болған, бірақ физически жұмыспен байланысты болған. Оларда мысалы қатты интеллектуальный нагрузка ондай болмаған. Және де ол кісілердің жаңағы өмірге деген отношениясы басқаша. Проблема бар ма? Бар, ол шешіледі. Егер шешілмесе, мүлдем сондай. Мысалы, бізде оқимыз ғой сол цитатаны. Яғни психологияның маңызы зор. Егер де жаңағы кейбір адамдарды байқаймыз ғой, кішкентай ғана
проблема туса қатты күйзеліске ұшырап, не болмаса жаңағы стресс болып, ауырсып, а кейбір адамдар болады. Керісінше ішінде ұстайтындар да болады. Ол да қиын. Кейде ол да көмектеседі. Мысалы, ішінде ұстап жүрген кезде, мысалы, спортзалға бар дейміз, жаңағы жай темір емес, бокс, не болмаса күрес. Немесе психологқа бар. Психологқа барғанда дұрыс. Бірақ бізде ер адамдарды білесіз ғой. Бірақ біртін ол мәдениетке келетін сияқты. Ол келіп жатыр. Және қажеті бар оның. Ол келіп жатыр. Сіз айтып жатқан дүние проблемалардың бәрінің түбі дейміз ғой. Түбіне үңіле бермейміз ғой. Ал түбінде сондай психоэмоционалды күйлер жатады да, адамдардың жаңағы асыра эмоциясын жаңағы қатты уайымдауы, немесе сол эмоциялардың бәрін тұншықтыруы өз ішінде деген сияқты. Өйткені кейде болады, мысалы, өздерінің проблемалары, осындай проблема болатын кезде ерлі-зайыптылар екеуі бірге келіп шешеді. Мысалы, қазіргі заман, интернеттің заманы ғой, мысалы, олар оқиды, түсінеді, жаңағы проблема құр ғана бір адамда болмауы мүмкін, бірге жұмыс істеу керек болуы мүмкін, жаңағы поддержка керек шығар. Мысалы, егерде ода психологический момент болса, мысалы, керегіне, мысалы, дәрілерді ішіпті, егерде айтады ол өзі, сөзбен, шөппен және пышақпен емдейді деп. Сөзбен деген жаңағы психологический, шөппен деген жаңағы дәрі-дәрмектерді, үшінші ол жаңағы пфалопротез. Гормональный ол жаңағы тестостерон төмен түсіп кетуі, анализден көрінеді, тестостеронның уровені төмен болады, ол жаңағы бөлінеді. Кейбір бізде гормондар бар, тестостерон алдында болатын, жаңа тестостерон стимулировать ететін гормондар бар. Олар жетіспесе, оны көтеру керек. А егерде оның көлемі өте көп болып кетсе, гормон стимулировать ететін гормон. Енді тестостеронда көп болу керек. Жалпы қанша гормон жаңағы стимуляцияға қатысатын? Өзі екі гормон болады, ЛГ, ФСГ деген. ЛГ жаңағы тестостеронға, ФСГ жаңағы больше жаңағы репродукцияға әсер етеді. Сол ЛГ-ның көлемі көп болып кетсе, 2 есе, 3 есе, ол жаңағы сигнал барып жатыр мүшеге, бірақ мүше тестостеронды вырабатывает, аталық без тестостеронды бөлмейді. Ол жаңағы нарушение гормонной системы. Гормональный система нарушение. Кей кезде ол жаңағы тестостеронға қоюға тура келеді, прямой тестостерон қоюға. Бірақ ол где-то 60-тан асқан кезде кездесетін проблемалар. Және де қалқанша бездің ауруы сондай проблема алып тестостерон түсіреді. Желание, либидо барлығын азайтып тастайды. Содан кейін жаңағы аденома гипофиза деген болады. Гипофиз деген бізде бар, жаңағы ЛГФСге бөлінетін бар емес, гипофиз. Сол жерде оның аденомасы болған кезде пролактин деген гормон көбейіп кетеді. Ол контртестикулярный гормон деп аталады. Жаңағы тестостеронның жұмысын басып отырады. Ол да әсер етуі мүмкін гормональный. Яғни гормондардың бір гормонын асып кетуі, бір гормонның төмендеуіне, бөлінбеуіне әсер етеді. Ол бір проблема. Гормон аз болса да ол да проблема. Норма деген сол. Норма болу керек. Норманы қараңыз, кейде мысалға бір лабораторияны алайықшы, норманы мысалға 2,8, 3 дейік. 3-тен 8-ге дейін қалыпты, мысалға қан тапсырды. Оның анализі келді, мысалға жасы 35-те дейік, 3-те 2, мысалға. Бұлай қарап тұрсан, ол норма, 3-те 2-ді, өйткені 3-тен асып тұр норма. Бірақ верхний граница нормы 8. 35-тегі ер адам кеп тұрса, оған ол төмен. Ол жасқа қарайды. Ол жасқа қарай болғанда, бірақ бұл орташа норманы береді. Мұна қарап тұрсан, бұлай төмен. Сосын жаңағы гормондарды қараймыз, ФСГ, ЛГ. Мүмкін ЛГ төмен түсіп кеткен шығар. Онда жаңағы ЛГ-ні стимулировать ету керек болады. Не болмаса басқа да факторлар. Кейде болды ұйқысы қанбай тапсырған кезде де гормондар түсіп. Гормон деген өте сезімтал. Егерде ер адам анализға бара жатып, мысалға стресс болса жолда, мысалға телефон өзі звондап дұрыс хабар түспесе, мысалға жаман хабар естісе, ол да қатты гормонға әсер етеді. Машинасын соғып кетті ма лабораторияға бара жатқан кезде, ол да гормон.
очередьте тұрғанда біреумен ерегісіп яғни гормонды дұрыс тапсырудың маңызы өте зор. Таңертең тұрады, 1 сағаттың ішінде барып тапсырған дұрыс, ұйқысын қандырып. Эректильный дисфункция әртүрлі болады. Біз науқас маған келген кезде біз міндетті түрде одан сұраймыз: сіз айналысқыңыз келеді, бірақ тұрмайды. Немесе сіз айналысқыңызда келмейді, и ол да тұрмайды. Жаңағы либидо дейді ғой, желание бар ма, жоқ па, ол міндетті түрде сұраймыз. Өйткені егерде желание өте қатты төмен болса, ол жаңағы ер адам тестостерон қатты төмен түсіп кеткен деген болады. А егерде желаниясы сақталып, бірақ тұрмау қабілеті төмендесе жаңағы мүшенің, онда жаңағы қан тамырлар жағынан проблеманы іздейтін боламыз. Әр адамға әртүрлі подход. Кейбір адамдар келеді, жаңағы менде хронический простатит деп. Сосын сұрай келе, ода эректильный дисфункция. Жаңағы жай түрі емес, жаңағы күрделі түрі. Қандай түрлері бар жалпы? Эректильный дисфункцияның өзі бізде шкала бар. Біз мысалға науқасқа жеңіл болу үшін біз түсіндіреміз, өйткені басында қалай басталды дегенде жұмсақ бола басталды деп айтамыз. Сол кезде қалай жұмсақ болды ма, шека сияқты болды ма деп сұраймыз. Содан кейін мұрын сияқты жұмсақ болды ма, не болмаса мынау ладонь жерлері болады. Не бесем, мынау түсінікті уже мынандай болса, ол проблема жоқ деген сөз. Мысалға, егерде сонда сұрай бастаған кезде оларға жеңіл, өйткені ондай өзі шкала жасайтын сіздердің өздері, мамандардың өздерінде бар, инструменті бар, ондай. Бірақ ол әркімде жоқ қой. Мысалы, қазір тыңдап отыр, ол қалай білу үшін қандай екен. Солмен бөлім 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші деп мысалға да. Егерде жаңағы бет сияқты жұмсақ болса, онда жаңағы уже проблема более серьезная. Содан кейін кейбір жағдайда синдром Ваньки-Станьки деген бар. Ол мысалға тұрып отырады, бірақ түсіп кетеді. Онда кезде жаңағы клапанный аппарат деген болады, қанды ұстап тұратын. Қан келді, оны ұстап тұру керек. И ол дұрыс ұстамаса, жаңа қан артқа қарай кетіп қалып, ол да проблема туғызады. Сол себепті науқас келген кезде оны толығымен тексереміз. Кейбір кезде адамдар келеді, ода мысалға жасы 60-ға келген, эректильный дисфункция выраженный, неге екенін білмеймін, оған свечи назначать етіп, мысалы УЗИ свечи физиолечениемен емдеген, мысалы антибиотиктер берген, егерде гормондарын мүлдем тексермеген. Егерде үлкен адам келсе, ол міндетті түрде оның гормондарын тексеріп отыру керек. Енді сұраймыз, қандай шағымдары бар екенін. Сол шағымдарынан келе ары қарай белгілі болады. Алдағы бөлімдерде біз ер денсаулығына қатысты өзге де өзекті, сізді толғандыратын сұрақтарды қаузаймыз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, осы урология, андрология саласы бойынша, онда төменге пікірге жазсаңыздар болады. Маман міндетті түрде жауап береді.